Annyeonghaseyo 여러분, әселімнеда. Сіздермен мен Әсел және Kimchi TV. Алдыңғы 13-ші сабақта біз етістікті осы шаққа, нақ осы шаққа айналдыруды үйренген болатынбыз. Ал бүгінгі сабақта, достар, етістікті сын есімдерді өткен шаққа айналдыруды үйренетін боламыз. Алдыңғы сабақты еске түсірейік. 13-ші сабақта біз корей тіліндегі ең маңызды деген 3 сөйлеу стилі, официальный, вежливый, неофициальный және қарапайым стильдерде 3 етістікке осы шақ жалғауларын жалғаған болатынбыз. Бүгінгі 14-ші сабақта сол 3 сөйлеу стиліне қажетті жалғауларды жалғап, ол етістіктерді сын есімдерді өткен шаққа айналдыратын боламыз. Өткен шақ корей тілінде куа ко хёң деп айтылады. Бірінші, достар, вежливо неофициальный стилден бастайық. Бұл сөйлеу стилі қай кезде қолданылатын еді? Бізден жас үлкен адамдармен сөйлескенде немесе танымайтын адамдарға сен деп емес, сіз деп обращаться еткен кезде қолданылатын сөйлеу стилі. Бұл сөйлеу стиліне өткен шақта сөйлем құрап айтатын болсақ, астында, осойо және йосойо деген сияқты жалғаулар жалғанып айтылады, сөйлем құралып айтылады. Енді қай кезде астында, қай кезде осойо және қай кезде йосойо жалғаулар жалғанатынын айтып түсіндіретін боламын. Естеріңізге түсіріп көріңіздер, осы шақ жалғауларына негізі ұқсап кетеді. Түсініп тұрғандарыңыз болса керемет, ал түсінбей жатқандарыңызға міндетті түрде барлығын айтып жеке-жеке талқылап түсіндіретін боламын. Бірінші, егер етістік не сын есімнің ішінде о және а дауысты әріптері болса, онда астында, мұндағы астында жалғауы жалғанады екен. Ал егер де о және а дауыстыларынан басқа дауысты әріптер кездессе, осойо жалғауы жалғанады, мұндағы осойо. Одан кейін хада етістігі бар етістіктердің барлық жерінде ха деген етістігі түбірі хесойо болып өзгеріп кетеді барлық жерде. Ол жайында мен алдыңғы осы шақ жалғау кезінде де айтқан болатынмын. Барлық жерде хесойо болып, осы өткен шақта да осылай тез айтуға оңай болу үшін хесойо деп барлық жерде осылай айтылады. Және соңғы төртінші, егер соңғы дауысты әріп и болса, иге аяқталып тұрса, онда ол жерде мұндағы асойо емес, осойо емес, йосойо жалғауы жалғанады мұндағы. Йосойо. Егер етістіктің соңғы әріпі иге аяқталса, йосойо жалғауы жалғанады екен. Мен мысалдарды астына жазбаймын, өткені сыймайды, сол себепті өшіремін, барлығын жазып алыңыздар. Мысал келтіретін кезде ережеге қарамай, өздеріңізде ойлап қай кезде қай жалғау жалғанатынын ойланып жазып көрсеңіздер болады. Міне, достар, енді етістіктерге жалғап көрейік өткен шақ жалғауларын. Мысалы, бірінші сөзде чакта дегенде қандай жалғау жалғанады? Чакта дегенде да түсіп қалады, өйткені ол жай ғана жалғау. Чак деген түбірі. Түбірінде а әріпі тұр, дауысты а әріпі, сонда астында жалғанады. Сонда чагосойо, кішкентай болған деп аударылады. Өткен шақта айтып тұр. Келесі мокта дегеніміз не? Жеу деген сөз. Бұл жерде де да түсіп қалады, мок себебі түбірі. Бұл кезде қай жалғау жалғанады? Мұнда о дауысты әріпі тұр. Ол кезде мок осойо жалғау жалғанады деген. Не себепті? Себебі бұл жерде о және а әріптерінен басқа дауысты әріп тұр. Сол себепті осойо жалғанады. Жеген деп өткен шақтағы сөзді аударып тұр. Келесі ундон хада дегеніміз не? Спортпен айналысу. Бұл жерде хада етістігі тұр, қарап тұрсаңыздар. Ха етістігі тұрғандықтан қалай өзгеріп кетеді ол? Міндетті түрде барлық жерде айтқан болатынмын. Хесойо болып өзгеріп кетеді дедім. Сонда спортпен айналысқан деп өткен шақта айтып тұр. Келесі машида дегеніміз қандай етістік? Аудармасын жазбадым, себебі сыймады. Ойланып көріңіздер, машида үшу деген сөз. Маши деген кезде бұл жерде қараңыздар. Бұл жерде да түсіп қалады, бірақ бұнда и тұр, соңғы әріпі, и дауысты әріпі тұр. Егер де соңғы дауысты әріпі и болып тұрса, қандай жалғау жалғанады? О және а дауыстыларынан басқа дауысты тұрғандықтан көбісі осойо жалғанады деп ойланып қалады, бірақ ол жерде осойоны жалғап көрейік. Мысалы, машиосойо деп ұзақ айтылып, айтуға да қиын болып кетеді. Сол себепті соңғы дауысты әріп и болып тұрса, мұндағы ол йосойо болып айтылуға оңай болу үшін йосойо болып өзгеріп кетеді. Мысалы, қараңыздар, машиосойо деген аңғайлы ма? Аңғайсыз, созылып айтылып кетеді. Ал йосойо жалғанса, машиосойо деп тез айтылып, осы жалғау дұрыс болып жалғанады. Келесі чада дегеніміз қандай естік? Ұйықтау деген сөз. Мұнда даны алып тастаймыз да. А дауысты әріпі тұрғандықтан
чассойо деп өзгеріп кетеді. Мұнда а бар, келесі ассойо жалғауындағы тағы да аны қоспай, жай ғана чассойо деп қысқартып жазылап айтамыз. Ұйықтадым деп аударылып тұр. Келесі ода дегеніміз қандай етістік? Келу. Мұнда да түсіп қалады да, жалғауы. О әріпі тұрғандықтан ассойо жалғанады. Мысалы, жалғап көрейік ассойо деп. О ассойо деп қиын болып кетеді, айтуға, ұзарып кетеді. Сол себепті қысқартып айтуға оңай болу үшін оссойо деп қысқарып осылай дұрыс болады. Коңбухада етістігі дегеніміз қандай етістік? Коңбухада дегеніміз оқу, үйрену деген сөз. Бұл жерде де да түсіп қалады, бірақ қай жалғау жалғанады? Мұнда ха тұрсы. Барлық жерде ха етістігі тұрса, алдында басқа сөз тұрса да, ха етістігі болса, хессойо болып өзгереді. Сонда коңбу хессойо, оқыдым деп аударылады. Бұның барлығы қай кезде жалғанатын жалғаулар? Вежливо, неофициальный стильде, яғни бізден жасы үлкен, танымайтын адамдарға сіз деп айтып отқанда, мысалы, кішкентай болғансыз деген сияқты, жегенсіз деп, сіз деп вежливо айтқан кезде осы жалғаулар жалғанады. Ассойо, оссойо, хессойо және йоссойо. Ұмытпаймыз, бәрін жазып аламыз. Енді достар, мысал ретінде осы өткен шақ вежливо, неофициальный стиліне сөйлем құрап көрейік. Бірінші, одженің әлшега чоссойо. Чоссойо деген жақсы деген сөз. Бұл жерде етістік емес, сын есімге жалғанып тұр. Жақсы деп аударылғандықтан, не себепті мұнда ассойо жалғанып тұр? Себебі мұндағы о деген дауысты әріп тұр. Сол себепті чоссойо деп аударылады. Яғни кеше ауа райы жақсы болған деп өткен шақта айтып тұр. Келесі, одженің омайге санморол дресойо. Яғни бұл жерде де кеше анама сыйлық алдым деп аударылып тұр, бірақ бұл жерде неге дресойо деп жалғанып тұр? Бұл жерде себебі деген дауысты әріп тұр ғой. Ол кезде оссойо деп жалғану керек еді. Бірақ бұл жерде йоссойо жалғанып тұр. Айтып түсіндірейін, себебі дресойо деген етістіктің түбірі три деп аударылады. Трида, яғни соңғы әріпі и болған еді. Соңғы әріпі и дауысты болса, йоссойо жалғанады деп едім, сол себепті дресойо деп аударылып жазылады. Барлығын жазып алыңыздар, келесі қарапайым сөйлеу стиліне өтетін боламыз. Достар, қарапайым сөйлеу стиліне де келдік. Қарапайым сөйлеу стилі қай кезде қолданылатын еді? Ол қолданылады достарымыздың, яғни жақындарымыздың арасында сен деп айтуға мүмкіндігіміз бар болған жағдайда қарапайым стилде айтылатын қарапайым сөйлеу стилі, яғни. Енді бұл қарапайым сөйлеу стилінде өткен шақта ассо, оссо және йоссо жалғаулар жалғанады. Қарап тұрсаңыздар, бұл жерде мұндағы йо жалғауынсыз жалғанып тұр, яғни бұны қажет етпейді, бұл керек емес. Вежливо, неофициальный сияқты стилдегі йо жалғауы, ассо, йо дегендегі йо жалғауы мүлдем жазылмайды. Жай ғана оңай ассо, оссо және йоссо. Ойланып көріңіздер, енді өткен және осы шақ жалғаулары сияқты қай кезде мынау ассо, қай кезде оссо және қай кезде йоссо жалғауы жалғанады. Өте оңай. Біз алдыңғы сабақтан бері қайталап келіп жатырмыз. Біліп тұрсаңыздар керемет. Ал білмей түсінбей жатқандарға міндетті түрде бұл жалғаудың да жалғану түрлерін айтып түсіндіретін боламын. Достар, міне жазып қойдым. Бірінші о және а дауыстылары болса, ассо жалғау жалғанады. Алдыңғы вежливо неофициальный стильге ұқсас, о және а дауыстылары болса, ол кезде ассо, йо жалғау жалғанушы еді, ал бұл жерде ассо жай ғана болса жалғау жалғанады. Екінші, о және а дауыстыларынан басқа дауысты әріптер болса, етістік сын есімнің ішінде, онда оссо жалғау жалғанады. Ал хада етістігі барлық жағдайда қалай өзгеріп кетеді? Қысқарып, хессо болып тұрады. Ұмытпаймыз, осылай хессо болып қысқарып жазылып айтылады. Енді етістіктер мен сын есімдерге мысал келтіріп жазып көрейін. Алдыңғы мысалдар сияқты чакта кішкентай болған дегенде да түсіп қалады да, чак түбірі а дауысты әріпі тұр, сол себепті ассо жалғанады да, чагассо болады. Кішкентай болған деген сияқты. Мокта, бұл жерде де мок да түсіп қалады да, мок түбірі оссо жалғанады. Не себепті? О және а дауыстыдан басқа о дауысты әріпі тұр, сонда могоссо болып тұр. Ондон хада спортпен айналысу, бұл жерде ха да етістігі болғандықтан да түсіп қалады да, ондон хессо болып қысқарып жазылып айтылады.
оңай, қиын емес, сол себепті жазып алыңыздар. Енді сөйлем ретінде мысал келтіріп көрейік. Енді сөйлемді айтып өтейін. Одженен мо хесо, кеше не істедің деп сұрап тұр, хесо болып тұр. Не істедің, істедім деген сөз. Чебесо, суйосо, яғни үйде дем алдым. Осы жоғалып тұр. Не себепті? Себебі мұнда о әріпі тұр, басқа дауыстар тұр. Немесе осы сұраққа басқаша жауап берсек, ченгураң йонхуа посо, яғни досыммен кино көрдім деген сияқты. Ассо жоғалып тұр. Не себепті? Себебі мұнда о дауыстар тұр, сол себепті ассо болады. Достар, енді официалды стильге де келіп қалдық. Официалды стиль қай кезде қолданылады? Өзі аты айтып тұрғандай, официалды жерлерде, яғни телевидение деген сияқты құжат, документация жағында осы официалды стиль жалғаулары қолданылады екен. Бұл жағдайда қандай өткен шақтың жалғаулары жалғанады? Асымнида, асымника, осымнида, осымника және йосымнида, йосымника деген сияқты. Мұнда к дегендер сұраулы сөйлемдердің жалғауларын жалғасақ, сұраулы сөз өткен шақта айтылады. Енді осыларға қай кезде қай жалғау түрі жалғанатынын айтып ережесін жазамын. Міне достар, ережесі басқа сөйлеу стильдеріне ұқсас, яғни о және а дауыстылары етістік не сын есімнің ішінде кездесіп қалса, онда асымнида немесе асымника сұраулы сөйлемде солай жалғанады. Ал егер де о және а дауыстыларынан басқа дауысты әріптер кездессе, етістік не сын есімде, онда осымнида немесе осымника сұраулы сөйлемде осылай жалғанады. Және хада етістігінде бәріміз білеміз, барлық жағдайда ол етістік хесімнида болып жалғанады. Хесімника сұраулы сөйлемде осылай. Достар, міне ережесін жаздық, айтып түсіндірдім. Енді әдеттегі етістіктерге көшейік. Чакта кішкентай болған, бұл жерде та түсіп қалады, түбірі чак қалады да. Сымнида жалғанады, сонда чага сымнида, кішкентай болған деген сөз. Мокта бұл жерде да түсіп қалады да. Осымнида жалғанады, сонда мого сымнида болып айтылады. Жеген деген сөз. Тамақтанған деген сияқты. Ондон хада дегенде ха болғандықтан да түсіп қалады. Ондон хесімнида деп айтылып жазылады. Енді сөйлем ретінде мысал келтіріп көрейік. Өн досымника, неге кешіктіңіз? Че шигане оасымнида. Немесе мұнда оасымнида дегенде о асымнида деп жеп отырмай, асымнида деп қысқартып жасақ та болады. Яғни мен уақытылы келгенмін деп аударылып тұр. Енді соңғы осы официалды стильдің сұраулы сөйлемдерін мысал келтіріп көрейік. Яғни чуасымника, жақсы болған ба деп сұрап, яғни к жалғауын жалғасақ, сұраулы сөйлеммен, яғни интонациямен айтсақ, осылай осы сұраулы сөз шығады. Чуасымнида дегенде асымника жалғадық, себебі о тұр дауысты әріп. Бұл жерде осымника жалғадық, не себепті? Себебі о адам басқа дауысты әріп тұр. Сол себепті осы жалғаулар жалғанады. Достар, міне өткен шақ жалғауларын аяқтадық. Енді осы тақырып бойынша сіздерге тапсырма, яғни мұнда тұрған 3 етістікке біз үйренген 3 сөйлеу стилі бойынша әр өздерінің жалғауларын жалғау арқылы осыны комментарийға жазсаңыздар, тексереміз бірге. Бірінші пода етістік көру, сында дегеніміз жазу және сараңхада жақсы көру деген сөз. Осыларға сөйлем құрап жазсаңыздар болғаны. Достар, керемет, бүгін міне маңызды өткен шақты аяқтадық. Енді келесі сабақ келесі шаққа өтетін боламыз. Осылардың барлығын келесі шақты үйреніп алсақ, осы бірінші деңгейдегі бүкіл грамматикаларды, ережелерді білетін боласыздар, сөйлем құрай аласыздар. Сабақ пайдалы және қызықты, түсінікті болды деген ойдамын. Егер қосымша сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар. Менімен болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Асель Они. Келесі кездескенше, аньон.